Университетімізде арнайы білімгерлер үшін сенім жәшіктері орнатылды. Енді студенттер кез келген ұсыныстары мен талап арыздарын тікелей басшылыққа, яғни білім ордамыздың ректорына жолдай алады. Мұндай акция республикамыздың барлық оқу орындарында өткізіліп жатыр. Біздегісі Нұр Отан партиясы мен Жас Отан жастар қанаты адалдық алаңы жобалық кеңсесімен бірлесіп жүзеге асырып отыр. Ондағы мақсат университетімізде жемқорлықтың алдын алып, тәртіпсіздіктерді жоюға жол ашу. Білімгерлердің анонимді хаттары айына 2 рет арнайы мәжілісте қаралатын болады. Мөрленген жәшіктерге білім ордамыздың бекітілген белсенді студенттері жауапты болмақ. Олар талап арыздарды санап, арнайы мәжілісте есеп береді. Сенім жәшіктері оқу орданың 3 ғимараты мен 2 жатақханасына қойылды. Бұл сенім жәшіктеріне жауапты тұлғалар ретінде біздің белсенді білімгерлер, яғни клуб жетекшілер таңдалған болатын. Жәшіктің негізгі мақсаты студенттердің мазалап жүрген сұрақтары бойынша не болмаса ұсыныстары бойынша қарастырылады. Бұл жәшікті ай сайын 15 және 30 күні аралығында сенімді өкілдері ашатын болады және де осы жәшікке жауапты болып табылады. Сенім жәшігіне жауапты ретінде студенттер ешбір университетте еліміз бойынша жоқ. Сондықтан да біз үшін бұл үлкен мәртебе және артылып отқан үмітті ақтаймыз деп сенеміз. Самал Ашырбекова, Ділмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы.